Баршаңызға сәлем. Бүгін 71-ші сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы элементтерінің саны бірдей жиындарының бірігуі, көбейту. Бұл сабақта көбейту амалымен танысамыз. Бірінші есеп практикалық жұмыс жиындардың бірігуі. Үстелдің сол жағында екі дөңгелек пен екі тік төртбұрыш жатыр. Үстелдің оң жағында екі үшбұрыш пен екі шаршы жатыр. Төмендегі нұсқаулық бойынша орында. Екі дөңгелекті үстелдің ортасына қарай қой. Қалған фигураларды осылайша екі-екіден қоюды әрі қарай жалғастыр. Екі-екіден сен неше рет қойдың? Жоғарыда орындаған әрекеттеріңді санды өрнек түрінде жаз. Оның мәнін тап. Демек, үстелдің сол жағына міне екі дөңгелек пен екі тік төртбұрышты орналастырдық, ал үстелдің оң жағына екі үшбұрыш пен екі шаршы жатыр деген. Осылайша жаздық және нұсқаулық бойынша орындаймыз. Екі дөңгелекті үстелдің ортасына қойдық және қалған фигураларды осылайша екі-екіден қой дейді. Бірінші міне екі тік төртбұрышты қойдық, одан кейін екі үшбұрышты қойдық, одан кейін екі тік төртбұрышты қойдық. Осы екі-екіден неше рет қойғанымызды анықтаймыз. Міне бірінші бір қойдық, одан кейін екінші тік төртбұрышты, үшінші үшбұрышты, төртінші шаршыны қойдық. Демек, біз екі-екіден 4 рет қойдық екен. Қойдым дейміз. Енді санды өрнек түрінде жазатын болсақ, екіні 4 рет қосамыз. 2 қосу 2 қосу 2 қосу 2. Екіні екіге қоссақ 4, оған екіні қоссақ 6, 6-ға екіні қоссақ 8. Демек, бұның мәні 8-ге тең болды. Яғни, мына жердегі фигуралардың саны 8-ге тең. Енді бұны көбейту түрінде жазсақ, 2-ні 4-ке көбейтеміз, бұл 8-ге тең болады. Бірдей қосылғыштардың қосындысын көбейту амалымен алмастыруға болады. Яғни, 2 қосу 2 қосу 2 қосу 2 тең 8 теңдігін мынадай теңдік түрінде ықшамдап жазуға болады. 2 көбейту 4 тең 8. Бұл жерде мына нүкте түріндегісі, нүкте сияқты белгі, бұл көбейту амалының таңбасы. Ал мына жерде нүктені көбейту деп айтамыз да, 2 көбейту 4 тең 8 теңдігін бұлай оқимыз. 2-ден 4 рет алғанда 8 шығады, немесе 2-ні 4-ке көбейтсе 8 шығады. Екінші есеп зерттеу, суреттерге қара, алдымен қосу амалымен, содан соң көбейту амалымен теңдіктер құр дейді. Демек, мына жерде жиындар берілген, әрбір жиында 3 элементтен бар. Демек, барлығы неше элемент деген сұрақ қойып тұр. Демек, біз бірінші 3-ті қосамыз. 3-ті 3-ке қоссақ 6, оған 3-ті қоссақ 9. Демек, 3-ті 3 рет қосамыз, тең деп жазамыз. Одан кейін көбейту амалымен жазатын болсақ, 3-ті 3-ке көбейтеміз, сонда 9-ға тең екен. Мына жерде де дәл сондай, бұл жерде 3 жиын бар екен, бірақ элементтерін, әрбір жиынның элементтері 4-ден екен. Демек, 4-ке 4-ті қоссақ 8, оған 4-ті қоссақ 12. Яғни, бұл жерде 4-ті 3-ке көбейтеміз. 4-ті 3 реттен болса, бұл 12-ге тең болады. Демек, жазамыз 3 қосу 3 қосу 3, бұл 9-ға тең. Яғни, 3-ті 3-ке көбейтсек 9 болады. 4-ке 4 қоссақ 8, оған 4-ті қоссақ 12. Яғни, 4-ті 3-ке көбейтсек 12. Немесе 4-ті 3 рет қосатын болсақ 12-ге тең. Үшінші есеп, бос торкөздерге тиісті сандарды қой. Демек, мына жерде 5 теңгелік берілген, 5 теңгеліктен 5 екен. 5-ін қоссақ, неше теңге болатын анықтауымыз керек. Демек, 5-ке 5-ті қоссақ 10, оған 5-ті қоссақ 15, оған 5-ті қоссақ 20, 20-ға 5-ті қоссақ 25 теңге. Демек, біз 5 көбейту 5 тең 25 деп жазамыз. Мына жерге де дәл солай жалғастырамыз. 100 теңгеліктен 3 екен, бұл 300 теңге болады. 100-ге 100 қоссақ 200, оған 100 қоссақ 300 теңге. Ендеше 100-ді 3-ке көбейтсек 300 теңге болады.
Тептерге орындап, бос төркөздөргө тиісті сандарды қойдық. Бірінші мына жерге 25 қойдық. Өйткені 5-ті 5 рет қоссақ 25 теңге болады. Ал бұл дегеніміз 5-ті 5-ке көбейту 25 теңге екен. Ал кейінгісі 100-ді 3 рет қоссақ бұл 300 теңге, ал 100-ді 3-ке көбейтсек 300 теңге. Төртінші есеп, есепті шығар. 3 сөренің әрқайсында 4 топтан бар. Сөрелерде барлығы неше доп бар? Берілген жазып аламыз. Сөре үшеуі, әр сөреде 4 топтан барлығы неше доп екенін анықтауымыз керек. Міне, бірінші сөреде де 4 топ, екінші сөреде де 4 топ, үшінші сөреде де 4 топ. Барлығы неше екенін табу үшін 4-ті 3 рет қосамыз. 4-ке 4-ті қоссақ 8, оған тағы 4-ті қоссақ 12 болады. Яғни көбейту түрінде жазатын болсақ, 3-ті 4-ке көбейтеміз, ол 12 доп болады. Демек, жауабы сөрелерді барлығы 12 доп бар. Бесінші есеп, өрнектер құр және олардың мәнін тап. Демек, мына жерде кестедегі берілген сандардан біз мәліметтерден пайдаланып өрнек құрамыз. Бірінші 80-нен 35-ті азайтып, оған 18-ті қосамыз. Одан кейін 80-нен 35-ті азайтып, оған 41-ді қосып орындасақ та болады. Енді қалағанша қосаңыздар болады, өз беттеріңізше. Одан кейін 49-дан 35-ті азайтып, оған 18 қосамыз, немесе 49-дан 35-ті азайтып, оған 41-ді қосамыз. Мен дәптерге бір-бір нұсқасын жаздым. 80-нен 35-ті азайтсақ 45 болады, оған 18-ті қосамыз, бұл 63-ке тең болады. Кейін өрнегіміз 49-дан 35-ті азайтып, оған 41-ті қосамыз. 49-дан 35-ті азайтсақ 14, оған 41-ті қоссақ 55 болады. Енді екінші кестедегі мәліметтерді пайдаланып теңдеу құрдық, өрнек құрдық. 35-ке 25-ті қоссақ 60 болады, одан 46-ны азайтсақ 14-ке тең. Кейінгі өрнегіміз 74-ке 25-ті қосып 14-ті азайтамыз. 74-ке 25-ті қоссақ 99, одан 14-ті азайтсақ 85-ке тең болады. Алтыншы есеп, азайту амалымен шығарылатын теңдеулерді көшіріп жаз және оларды шеш. Қазір мән беріп қараймыз. Мына жерде бірінші қосылғыш екен, яғни бірінші қосылғыш белгісіз болып тұр. Ендеше бірінші қосылғышты табу үшін біз қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтуымыз керек. Демек, азайту амалымен шығарылатын өрнек екен, осыны жазамыз. Одан кейінгісін көреміз. Бірінші бұл жерде азайғыш белгісіз екен. Азайғышты табу үшін біз айырманың мәніне азайтқышты қосу керек. Бұны жазбаймыз. Демек, бұл қосу амалымен орындалады екен. Кейінгісін көреміз. 57-тен x-ті азайтсақ 47-ге тең екен. Демек, бұл жерде азайтқыш белгісіз болып тұр. Азайтқышты табу үшін біз азайғыштан айырманың мәнін азайтамыз. Демек, бірінші және үшінші теңдеуді орындаймыз. X пен 14-тің қосындысы 26-ға тең екен. Демек, x-ті табу үшін біз 26-тан 14-ті азайтамыз. Бұл 12-ге тең болады. Енді x-тің орнына 12-ні қойып тексереміз. 12-ге 14-ті қоссақ 26, ал 26 26-ға тең. Кейінгісі 57 мен x-тің айырмасы 47-ге тең екен. Бұл жерде x-ті табу үшін 57-тен 47-ні азайтамыз. Бұл 10-ға тең болады. 57-тен 10-ды азайтсақ 47, 47 47-ге тең. Жетінші есеп, өрнек құр және оның мәнін тап. 4 жиынның әр қайсында 5 заттан бар. Оларды бір жиынға біріктір. Жиында енді неше зат болды? Жиын 4 екен, әр қайсында 5 заттан болса, барлығы неше зат екенін табуымыз керек. Бірінші шешуін орындаймыз. Бірінші қосу амалы бойынша орындаймыз. Жиын 4 екен, әр қайсында 5 заттан болса, 4 жиында неше бар екен? 5-ті 4 рет қосамыз. 5-ке 5-ті қоссақ 10, оған 5-ті қоссақ 15, оған 5-ті қоссақ 20. Демек, енді бұны көбейту түрінде жазатын болсақ, 5-терден 4 екен, 5 көбейту 4 тең 20 болады. Жауабы жиында енді 20 зат болды. 8-ші есеп, ойлан тап. Бірліктерін қосқанда 10, ал ондықтарын қосқанда әртүрлі бір таңбалы сан шығатындай етіп, екі таңбалы сандардың үш қосындысын жаз. Олардың мәнін тап.
қосуды азайту мен тексер. Демек, 4 бірлікке 6 бірлікті қоссақ 10 бірлік болады. Енді ондықтарын қосқанда бір таңбалы сан шықсын дейді. Демек, біз 1 ондыққа 5 ондықты қоссақ 6 ондық шығады. 3 ондыққа 4 ондық қоссақ 7 ондық шығады. 2 ондыққа 7 ондықты қоссақ 9 ондық шығады. Енді 2 таңбалы сандардың 3 қосындысын жазуымыз керек. Біз үшеуін жазып шықтық. Енді бірінші 1 ондық пен 4 бірлігіміз бұл 14 болады. 14. Одан кейін 5 ондық пен 6 бірлікті қосамыз. Бұл 56 болады. 14-ке 56-ны қоссақ 70-ке тең. Енді екіншісін жазамыз. 3 ондық пен 4 бірлігіміз 34 болады. 4 ондық пен 6 бірлігіміз 46 болады. 34-ке 46-ны қоссақ 80. Кейінгісін орындаймыз. 2 ондық пен 4 бірлігіміз 24. 7 ондық пен 6 бірлігіміз 76. 24-ке 76-ны қоссақ 100. Бұларды азайтып тексеріп көреміз. 70-тен 56-ны азайтсақ 14. Демек, қосу амалы дұрыс орындалған. Кейінгісі 80-нен 46-ны азайтамыз. Бұл 34. Бұл жерде де қосу амалы дұрыс орындалған. Одан кейін 100-ден 76-ны азайтамыз. Бұл 24-ке тең болады. Осымен бүгінгі 71-ші сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.